Саламатсыздарбы, құрметті оқушылар, мен бүгін сіздерге 3 сыныптың математика сабағы разрядтан аттамай 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға жазбаша көбейту деген 105-ші сабақпен таныстыратын боламын. Ал кеттік. Бірінші. Яғни, мына жерде Абай Құнанбаев туралы толық мағлұмат берген, оны оқып аласыңдар. Ал енді мен астындағы шартын оқып көрсетемін. Өрнектердің мәнімен сәйкестендіріп, олардың қайда орналасқанын анықта дейді. Яғни, мына беріп қойған жауаптар бар, 428 деген, мына ішінен біреуінің жауабы 428 шығады. Сол жауап, яғни қай жерде орналасқанын көрсетеді. Мынау мүсіннің қай жерде орналасқанын көрсетіп береді екен. Ол үшін біз есептеп жауабын табамыз, сол жауаппен сәйкестенеміз. Бірінші мынаны есептейтін боламыз. 125-ті көбейтеміз 2-ге. 10 болады, 0, 1, 4, ана 1 мен 5 бұл, 2, 250, міне 250. Яғни, мынау берілген сурет, осы сурет қай жерде орналасқан екен? Мәскеуде орналасқан екен, міне. Сол жауабымен бірге сәйкес келді. Келесі біреу 214 көбейген 2. 8, 2, 4 болады. 428 деген міне тұр. Яғни бұл қай жерде екен мынау мүсін? Бұл мүсін Қазақстанда, яғни Алматыда орналасқан екен. Келесі 235-ті 2 көбейтеміз. 235-ті 2-ге көбейтеміз. 2-ні 5-ге көбейтім 0, 11-ін сақтаймыз, 6, 7 болады, 4, 470 деген міне. Яғни мынау берілген сурет қай жақта орналасқан екен? Бұл да 5-те орналасқан екен. Мынаның жауабы 470 шықты. Бұл да 5-те орналасқан, яғни мүсін. Келесі 36-ны 2-ге көбейтеміз. 36 көбейген 2. 12-ның 2-сі 1-ін сақтаймыз, 6, оған 1 қостым, 7, 72. Міне, яғни мынау берілген мүсін қай жерде екен? Қазақстан Астанада екен. Яғни 36-ны 2-ге көбейткен кезде сендер енді рет-ретімен жазасыңдар, мен мына жерде кітаптың үстіне көрсетіп жатырмын. 323-ті көбейтеміз 2-ге. 6, 4, 6, 646. Яғни мына жалғыз қалған бір сурет. Бұл қай жерде? Яғни Египет, Каир деген қаласында орналасқан екен. Түсінікті болса, келесі сұраққа көшеміз. Келесі есеп. Кезектегі келесі есеп, яғни амалдардың орындалу ретін анықта, оқуларды баған түрінде жаз және есепте дейді. Біріншісін есептейміз, яғни біріншісінде қалай орындалады? Бірінші көбейту орындалады, яғни 223-ті көбейтем 3-ге, 9, 6, 6. 800-ден азайтам 669-ды. Ондан 9 азайттым 1. 9, мына жерде 9 қалды ғой. 3, мына жерден 1 алып едік, 7 қалған. 131. Біріншісінің жауабы 131. Екіншісі 444-ті бірінші 2-ге көбейтем. Сонда қанша шығады? 2-ні 4-ге көбейтем 8, 8, 8, 888. 888-ден азайтамын. Қаншаны? 378-ді. 8 бен 8 азаяды 0, 8-ден 7 азайтам 1, 8-ден 3 азайтам 5. 510, яғни жауабы 510 шығады екен. Өздеріңкімен салыстырып алуға болады. Келесі оның астындағы тақырып, яғни шарты есеп балалар әдебиеті залынан дүйсенбі күні 112 оқырманнан әрқайсысы 3 кітаптан, ал сейсенбі күні 114 оқырманның әрқайсысы 2 кітаптан алды. Оқырмандар 2 күнде барлық қанша кітап алды? Өрнек құрастырамыз. Яғни бірінші күні қанша дейді? 112 көбейтеді қанша кітаптан? Әрбіреу 3-тен демек көбейтем 3-ге қосу. Яғни 2 күнді қосып алғанда деп тұр ғой. Барлығы деген үшін қосамыз. 114 оқушы қанша? 2-2-ден. 114 көбейген 2. Осының жауабын шығарамыз. 112-ні 3-ге көбейтеміз. 6, 3, 3. 336. 114-ті көбейтеміз 2-ге. 8, 2, 2. 228 қосам 336-ға. 228-ді. 6, 6-ға 8-іміз 14, 4-ті. 2, 5, 6. 564. 564. Жалпы 564 кітап алыныпты. Келесі сұрақ. Абайдың қара сөздері 184 беттен тұрады. Егер 12 күнде 4 беттен оқылған болса, оқылмаған қанша бет қалды? Яғни 184-тен азайтамыз 12 көбейген 4. Яғни әр күні 4 беттен болса, 12 күнде қанша болады? 2 көбейгендей. Яғни 12 көбейген 4, ол шығады 8, 4, 48. 184-тен азайтамыз 48-ді.
4 жетпейді, сондықтан 1 қарыз аламыз, 14 болады, 14-тен 8 азайтамыз, 6, мына жерде 7 қалды, 3 болады, 136. Демек, оқылмаға қанша бет қалыпты? Қанша бет? 136 бет қалыпты. Түсінікті ғой, оқушылар, өте керемет, жеңіл есептердің түрі, қызығып шығаратын есептер. Ал келесі 5-ші есеп. Балаларға арналған 2 кітапқа 600 теңге төленді. Осындай 3 кітапқа қанша теңге төленеді дейсіз? Өте керемет. Яғни 2 кітапқа. Демек, бір кітаптың құнын тауып алуымыз керек. Бір кітаптың табу үшін 600-ді 2-ге бөлеміз. Баған түрінде бөлесіңдер, яғни сол кезде шығады 300. Бір кітаптың құны қанша теңге екен? 300 теңге. Енді осындай кітаптың 3-і дейді. Демек, 300 теңгені көбейтеміз 3-ге. Баған түрінде көбейтесіңдер, 900 теңге шығады. Яғни жауабы 900 теңге болады. Түсінікті ғой. Ал енді кері есеп құрастырыңдар дейді. Мен айтып өтіп кетейін сендерге. Кері есеп болса, мысалы, айтады. Бағалары бірдей 3 кітаптың құны 900 теңге. Бағалары дәл солай 2 кітаптың құны қанша теңге деген кері есеп құрастыруға болады. Түсінікті ғой. Келесі есеп. Örnek boyunca есепті құрастыр, оларды шығар дейді. Мынау бойынша 123-ті көбейтеміз 2-ге, 6, 4, 2 шығады. Оған қосамыз 240-ті. Сол кезде шығады 6, 8, 4, 486. 32-ні көбейтеміз 3-ге. 6, 9, 500-ден азайтамыз 96-ны. 96. Жетпегендіктен 0-дер жетпейді. Bir қарыз алып береміз алтын. Сонда 4, мына жер 9 болды. 0, мына жер 4, 404. Демек жауабы 404 екен. Келесі есептер. Бірінші көбейтесіңдер. Мынадан азайтасыңдар шыққан жауап, сосын қосасыңдар. Мен біреуін көрсетіп беремін, қалғандары өте оңай негіз. Өздерің шығару жолымен орындаңдар. Мен біреуін көрсетіп беремін шығарту жолын. Яғни 103 көбейген 2. Бірінші көбейту орындалады. Көбейту кезінде, яғни 3-ті 2 көбейтеміз 6, 2-ні 0 көбейтеміз 0, 2-ні 1 көбейтеміз 2, 206. 900-ден 206-ны азайтамын. 206. 10-дан 6-ны азайтым 4, бір қарыз алып бердік, біліп тұрсыңдар ғой, 9, 9-дан 0, 9-дан 0 азайтамыз, 9-дан 1-ден 1 алдық, 8 болды, 8-ден 2-ні азайтамыз, 694 болды. Оған қосамыз 170-ті. 0, 4, 4. 7-ге 9, 16, 8, 9, 964, 964. Дәл солай қалғандарını орындап шығамыз. Олардың шығарту жолы дәл осылай болады. Ал енді оқушылар, яғни 2-ші, 3-ші, 4, 5, 6-лардың жауабын жазып қойдым. Яғни шығарту жолы дәл осылар сияқты болады. Түсінікті ғой. Жаңа есеп бірінші сияқты. Келесі есепке көшеміз. Яғни 8-ші есеп. 8-ші есептің шартын көрейік. Ол өте жеңіл, өте жақсы бір есептің бір түрі. Бұлай дейді. Көрсетілген өлшем бірліктеріне өрнектер дейді. Бірліктеріне өрнектеп көрсетеміз. Яғни, мына 2 центнер және 600 килограмм дейді. 1 центнеріміз қанша килограмм? Яғни 1 центнеріміз, яғни 100 килограмм болады. 1 центнеріміз. Дұрыс па? Демек, 1 центнеріміз 100 килограмм болса, 2 центнеріміз 200 килограмм болады. 200 килограммға 60-ты қосамыз. Яғни 260 килограмм болады екен. 2 центнер 6 килограмм дейді. Яғни 206 килограмм. Бұл 206. Түсінікті ғой. Килограмммен есептеп отырмыз. Кейінгісі 520 килограмм. 10 центнерге айналдыруымыз керек. 520, яғни 520-ны 100-ге бөлеміз. Қалдығын килограмм ретінде жазамыз. Бүтінін центнер ретінде жазамыз. 520-ны 100-ге бөлсек, 5 бүтін шығады. 5 центнер болады. Яғни 100-ден 5-еу бар. Дұрыс па? Ал 10-дықтан қанша бар? 20. Яғни 20 қалды өзі. 20 килограмм. 98 дециметріміз қанша метр, қанша дециметр деп тұр. 10 дециметріміз 1 метр болады. Демек 98-де 10 данадан қанша, 90-ның ішінде қанша бар? 10-10-дан, яғни 9 метр бар. Яғни 9 бүтіні бар. 9 метр, яғни 8 дециметр. 2 сағат 2 минут.
Yani 60'ı 2'ye көбейтеміз. Сонда минутқа айналады. 60'ны 2'ye көбейтсек 120 болады. 120-ға 2-ні қоссақ 122 минут болады. 3 сағат, яғни 1 сағатта 60 минут бар, оны минутқа айналдыру үшін 3-ті 60-ға көбейтеміз. Яғни 60 көбейген 3 деп баған түріндегі жазсаңдар болады. Мен жеңіл айтып отырмын сендерге ауызша. 0 болды, 18. 180 болады. 180-ге 4-ті қоссақ 184 болады. 184 минут. 7 сағат 30 минут. 7-ні 60-ға көбейтеміз. 420, 30 қоссам 450. Келесі 3 метріміз қанша? Дециметр қанша? Сантиметр дейді. 3 метріміз. 1 метрде 10 дециметр бар. Демек 3-ті 10-ға көбейтеміз. 30 дециметр болады. 1 дециметрде 10 сантиметр бар. Демек 30-ды 10-ға көбейтеміз. 300 сантиметр болады. Соңғы кезде 3 метріміз 300 сантиметр. Ал 300 сантиметріміз 30 дециметр дегендей бір-біріне кері қарастыруға болады. Келесі өте керемет бір логикаға жақын, кішкене ойланып шығаратын бір есеп бар екен. Ол есеп. Бірінші суретке мұқият қара. Екінші суреттегі таразының бос табағына қанша алмұрт салу қажет дейді. Ол үшін біз бірінші мына суреттен біз қанша алмұрт, қанша алмаға тең екен таразының үстінде тұрғанын анықтап алуымыз керек. Оқушылар мына жерде бірдей заттарды шығартып тастауға болады. Теңестіру үшін, яғни логиканы қолдануымыз керек. Қалай болады ол? Яғни таразының мына басынан бір дана алмұртты алып тастасақ, міне алмұртты, бір дана алмұртты алып тастасам, мына жақтан да бір дана алмұртты алып тастауым керек. Сонда таразының теңдігі бұзылмайды. Екі жақтан да бірдей нәрсені алып тастаған кезде таразының теңдігі бұзылмайды. Енді қараңдар, алмұрттан бір-бірін алып тастадым. Енді мына жерде 2 алма тұр, көрдіңдер ме? Мына 2 алман, сол 2 алманы алып тастаймын. Енді мына жақта таразымен тең болу үшін мына жақтан да 2 алманы алып тастаймын. Міне 2 алманы алып тастадым, 2 алманы алып тастадым. Сол кезде мына жақта бір алмұрт қалды, мына жақта 2 алма қалды. Демек бір алмұртқа 2 алма тең екен. 2 дана алма тең екен бір алмұртқа. Мына таразы бойынша да бір алмұртқа. Демек мына жерде қанша алма бар? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 алма бар. Қанша алмұртқа тең болады ол? Яғни бір алмұртымыз 2 алма болса, демек 6 алмамыз қанша алмұрт болады? 6-ны 2-ге бөлеміз. Сонда шығады 3 алмұрт. Яғни мына жерде 3 дана алмұрт болады. Түсінікті ғой, мынадай алмұрттан 3-еу болады. 3 дана алмұрт. Түсінікті ғой, оқушылар. Түсінбегендер видеоны артқа қайтарып, кішкене қайтадан тыңдап көрулеріңе болады. Мен айтқанымды түсіндірген өте жақсы логикалық есеп. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.